Біздің білім ордамыз шағын жинақталған мектеп 1983 жылы бой көтерді. Орналасқан аумағы еңбекші қазақ ауданы Aqtogan ауылы. 2019 оқу жылынан бастап мен мектеп басшысы қызметін атқарудамын. Менің мектеп басшысы ретіндегі ұстанымым ұжымда кәсіби тұрғыда ынтымақтастық орнатып, бүгінгі күннің өзекті мәселелері мен жаңалықтарына ұмтылдыру және әрбір ұстазды өз ісінің көшбасшысы болуға жетелеу. Мектептегі мұғалімдер саны 25, педагог зерттеуші 1, педагог сарапшы 3, педагог модератор 2, мектеп тренері 1, көшбасшылық және мектепті басқару курсын оқыған мұғалім саны 1, деңгейлік курсын оқыған мұғалім саны 5, сабақты зерттеу тобы бойынша 2 топ құрылған. Бүгінгі күнгі білім сапасына тоқталар болсам, 2018-2019 жылдары білім сапасымен салыстырғанда әр жыл сайын орта есеппен 5%-ке артып отыр. Алдағы уақытта да оқушыларымыздың білім сапасы мен функционалдық сауаттылықтарын одан ары жетілдіру менің басты ұстанымдарымның бірі. Және де 2019-2020 оқу жылының қорытындысы бойынша мектебімізді бітірген 7 оқушының 4-еуі мемлекеттік грант иеленсе, бір оқушымыз алтын белгі иегері атанды. Құндылықтар жүйесінде білімді бәрінен биік қоятын ұлт қана табысқа жетеді, деп елбасы өзінің болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты мақаласында атап өткен. Ұлт табысты болсын десек, жас ұрпаққа білім беретін ұстаздарға жүктелетін жауапкершілік өте зор. Осыған орай мектебімізде заманға сай ұстаздардың табысты жұмыс атқару үшін 2019 жылы заманауи мұғалімдер бөлмесі ашылды. Аталмыш шараға демеушілік танытқан осы мектептің шәкірті қазіргі таңда Бауыр акционерлік қоғамының президенті Қабенов Бақыт Аманжолұлы болды. Елбасы өз мақаласында туған жер бағдарламасын қолға алуды ұсынған болатын. Қабенов Бақыт Аманжолұлы демеушілік етіп ауданымыздың құрметті азаматы, көп жылдар бойы Aqtogan тәжірибелік шаруашылығы директор қызметін атқарған, ауылымыздың өркендеп өсуіне үлкен үлес қосқан Ташенов Аманжол Қабенұлы атындағы өлкетану кабинетінің ашылуына орай және оны заман талабына сай жабдықталуына өз септігін тигізді. Кабинетті ашудағы басты ұстанымым шәкірттерімізді рухани құндылықтар арқылы тәрбиелеу. Президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы оқуға құштар мектеп жобасы аясында мектеп кітапханасына оқушыларымыздың қажеттіліктерін толық қамтамасыз ету үшін 2020-2021 оқу жылының басында электронды оқулықтармен жабдықталды. Бүгінгі таңда кітапхана қорында 9538 көркем әдебиет оқулығы бар. Ата-ананы құрметтеу баршадан баласы өнеге ететін қасиет. Баланың жақсысы қызық, жаманы күйік дегендей, баланы жақсы тәрбиелеу үшін мектеп және ата-ана тығыз байланыста болу керек. Жаңартылған бағдарламаға сай ата-аналармен бірлескен түрлі іс-шаралар мектеп қабырғасында жүзеге асырылуда. Соның бірі мектеп табалдырығын аттаған бүлдіршіндерге әжемнің ертегісі жобасы бойынша ақ жаулықты аналарымыз аптасына бір күн мектепке келіп, әртүрлі тақырыпта мағыналы тәрбиесі зор ертегілер оқып беріп отырады. Мектебіміздің қамқоршылық кеңесі бүгінгі таңда мектеп өмірімен тығыз қарым-қатынас орнатып, бала тәрбиесі мен оқу үшін жайлы орта қалыптастыру мақсатында қолдарынан келген көмектерін аямай жұмыс жасауда. Халқымыздың ұлы перзенті, ақын, философ, ғұлама Абай Құнанбайұлының туғанына 175 жыл толуына орай мектептегі жоспарлы іс-шаралар ұйымдастырылған болатын. Соның бірі қазақ тілі мен әдебиеті кабинетінде Абай атамызға арналған бұрыш ашылып, бұл бұрыштан білім алушылар Абай атамыздың 170 өлеңдерін, 3 поэмасын, 45 қара сөзін және аудармаларын қол жетімді электронды оқулықтар арқылы оқып танысуына мол мүмкіндіктер жасалған. Әр ұстаздың оқушылармен бірге отырып ұйымдастырылған іс-шараларын ұлы халықтың ұлы Абай атты дискіге жинақталып, мектеп ұжымының тәжірибесі аудан көлемінде жоғары дәрежеде бағаланды. Сондай-ақ ұстаздарымыздың мерзімді басылымдарға жарияланып отырған ғылыми ізденістер мен мақалалары республика, облыс көлемінде таратылды. Мектеп ұстаздарының бала тәрбиесі мен білім алуына қосқан еңбектері облыс, аудан көлемінде ескеріліп, көптеген алғыс хаттар мен грамоталарға ие болды. Ұстаздың басты марапаты шәкіртінің жемісі дейтін болсақ, соңғы 2 жылдың өзінде спорттық жарыстардан мектеп оқушылары облыстық деңгейде өз өнерлерін көрсетіп, жүлделі орындарға ие болды. Түрлі ғылыми жобалар мен пәндік олимпиадаларда алдыңғы қатарлардан көрініп, өз білімдерін дәлелдеп келеді. Барар жерін білмеген, жеткен жеріне қатты таңғалады дейді. Менің басты ұстанымым оқушылардың сапалы білім алуы. Және осы мақсатқа қол жеткізу үшін мен бар жастық жігеріммен алған білімімді мектебіміздің өркендеп өсуіне және сапалы тәрбие мен білім алуына арнаймын.